үздік педагог байқауына қатысу ережесі бойынша таныстырылды. Жалпы барлықтарыңыз жалпы осы үздік педагог байқауына кімдер қатыса алады? Үздік педагог байқауына кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар. Келесі слайд ашып жіберсеңіз, педагог қатыса алады. Енді осы байқауға қатыспас бұрын жалпы қандай да бір конкурс байқауға қатысу үшін ең бірінші сіздер немен танысасыздар? Ережесімен. Жалпы ең бірінші мұғалім үздік педагогқа қатысу үшін бірінші ережені мұқият танысып қарап алу керек. Сол бойынша ары қарай өздеріңіз осы жаңағы байқауға қатыса аласыздар. Мінекей мына жерде мен сол ережені салып отырмын. Бұл жерде енді ары қарай педагог өзі үздік педагогқа қатысу үшін қандай құжаттарды жүктейді, және қазіргі кезеңде жалпы мұғалім өзінің сол көрсетілген сайтқа бірінші немен ЭЦП ключі арқылы тіркеледі. ЭЦП ключі арқылы тіркелгеннен кейін жалпы ары қарайғы байқау бізде 3 кезеңнен жүзеге асады. Бірінші кезеңі аудандық кезең. Жалпы осы аудандық кезеңге дейінгі мұғалім нені білуге тиіс? Бірінші, ол жерде бірінші қосымша ол мұғалімнің өтінімі, және екінші қосымша ары қарай мұғалімнің портфолиосы. Осының барлығын мұқият танысып, қай жаңағы бөлімдерге нені жүктеу керек, соның барлығын қарау керек. Және де осы жерде ең жаңағы жүктелгеннен кейін оны сіздердің өзінің уақытысы болады, белгілі. Мысалы 10 күннің ішінде өзіңіз соның ішін ашып, өзгертіп жөндей аласыз өзіңіз. Ал енді сол жүктеу уақытысы біткеннен кейін оны ешқайда да, мысалы аудандық болсын, облыстық, республикалық кезеңде оны сіздер өзгерте алмайсыздар. База жабылады. Ал енді сол бірінші аудандық кезеңде жалпы ары қарайғы мінекей мына жерде көрсетіліп тұр ғой, ЭЦП ключ арқылы. Болды, сіздің енгізген портфолиоңыз, сіздің сол жерге міндетті түрде жүктейтін сіздің жаңағы ережеде мұғалімнің бейне көрсетілімі өзінің таныстырым туралы 5 минуттық. Ол ешқашан өзгертілмейді. Мысалы, облыстық кезең болсын, республикалық, сіз жүктедіңіз, болды, соның сілтемесі тұрады. Ал одан кейін бар сол ережеде 15 минуттық сабақтың сабағыңыз. Ал енді ол сабақ сіздің 20 минутқа асып кетеді ма, немесе 10 минут болады ма? Енді ол қалай болады деп ойлайсыздар? Төмен бағаланады, солай ма? Немесе ол жерде 0 деген баға тұрады. Ол жалпы аудандық жаңағы құрылған комиссия ол жерде ешқандай да өзгерту енгізе алмайды. Ары қарайғы жалпы аудандық кезеңнен өткеннен кейін сол кезеңге дейін сіздердің жаңағы 5 минуттық бейне көрсетіліміңіз, сіздің сабағыңыз мынау мектептің әлеуметтік желісінде, Фейсбукқа және де жалпы өзіңіздің YouTube'қа жүктелу керек бейне көрсетіліміңіз. Мына жерде жазылып тұр, 30 күн бұрын жалпы мынау бірінші кезеңнің өткізу туралы хабарландыруды білім беру саласына басталғанға дейін кемінде 30 күн ішінде сіздер жаңағы ақпараттық құралда жаңағы өзіңіздің YouTube каналыңызда, жаңа мектептің Facebook каналына, яғни өзіңіз жүктейсіз. Яғни ары қарай келесі несіне өтсеңіз, міне жалпы бірінші мен айтып жатырмын, міндетті түрде бірінші қосымша өтінім сол жүктелген неге ЕГОП порталына. Одан кейін екінші қосымшада мұғалімнің портфолиосы. Жалпы бұл жерде барлық мәліметтер толығымен болу керек. Сіздің жалпы еңбек өтіліңіз, жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі, сонымен қатар жеке іс-парағы кадрлар жөніндегі оны жүктейсіздер, сіздің еңбек өтіліңізді растайтын. Сонымен қатар жалпы ұсыным, сіздің сол мектепте жұмыс істейтін растайтын ұсыным ол жүктеледі. Және де сонан кейін бар пікір, ол әріптестердің пікірі және сол мектеп басшысының пікірі, яғни осы ұсынымдар сол жерге жүктеледі. Және міндетті түрде сертификаттарыңыз, сіздердің курстан өткен сертификаттарыңыз және
біліктілікті арттыру курстары, сонымен қатар тесттен өткен сертификаттарыңыз болады ғой, мысалы педагог, зерттеуші, шебер немесе сарапшы, яғни осы нелеріңіз жалпы 5 жылдан аспайтын осы көшірмелер болу керек. Одан кейінгі сіздерде марапаттар, яғни оның барлығы сіздердің сол 5 жылдың көлемінен аспау керек. Келесі слайдта енді жалпы алған кезеңде мінекей әрбір өзінің несі болады. Бірінші, мысалы, ол жерде жазылып тұрады, мысалы, басқа да жаңағы бұл жерге не саламыз? Біз ары қарай оқушылардың, одан кейін барып сонымен қатар мынау жаңағы шығарма оқушылардың пікірі, жаңа пікір деп айтып өттім ғой. Сонымен басқа да бір қоғамдастықта, мысалы, сіз жұмыс жасайсыз, ол жақтың пікірі, сонымен бірге тағы да сол өзіңіздің сол басқа да бір қоғам мүшесінде, мысалы, әсіресе ең соңында айтып өтем, волонтерлық. Яғни сол жерлердегі сіздердің алғыс хаттарыңыз, сертификаттың көшірмелері, яғни осылардың бәрі халықаралық деңгейдегі дипломдарыңыз, республикалық, жалпы осыны саласыздар, оның да өзінің бөлімі бар. Енді оны шатасып басқа бір бөлімге салып қойсаңыз, онда сіздің портфолиоңыз да жаңағы қажетті ең бірінші бағаланатын портфолиоға бұл жерде, сол кезеңде ол төмен балл жинап қалуыңыз мүмкін. Енді одан кейін бар бұқаралық ақпарат құралдарында тануы дейді, қайырымдылық ұйымдарына мүшелік. Мінекей қазір кезеңде біз Айтбек әпке, мен өзім сондай жаңағыдай Тараз қаласындағы неде 28 петель деген бізде не бар, сол неде мен өзім бастадым. Қазіргі кезеңде бізде біраз ауданнан біраз мұғалімдеріміз бар. Сол жерлердің алғыс хаттары, сертификат бұл өте жоғары бағаланады. Сонымен қатар жалпы алған кезеңде мынау ең соңында ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты. Мінекей мына ненің бәрін сіздерге салатын болам. Ары қарай келесі слайдты аша беріңіз. Енді сонымен бірге ары қарай педагогикалық қызмет мониторинг бөлімі басталады. Жаңағы неде, ЕГО порталында. Енді оған не саламыз? Мысалы, соңғы 3 жылдағы білім беру жетістігінің мониторингі. Мысалы, сіздің сабақ берген кезеңде білім сапаңыз сіздің, мысалы, бірінші жылда 67% болса, ары қарай жаңағы өсу несімен сіз мониторинг саласыз, болған жағдайда дейді. Сонымен қатар соңғы жылдағы педагогтың олимпиадаларға, сонымен қатар әртүрлі шығармашылық конкурстарға, спорттық жарыстарға қатысу туралы мәліметтер. Енді осы жерде қажетті тиісті сертификат, грамота, дипломдарды, яғни осы көрсетілген бөлімге шатаспай жүктеулеріңіз керек. Мысалы, жалпы шығармашылық конкурс болатын болса, яғни соған міндетті түрде қарап отырып, өздеріңіздің жаңағы неңізді басқа неге жүктеп қойсаңыз, ол жерде де сіздің жаңағы бағалау кезінде портфолиода 0 балл болып қалуы мүмкін. Енді бұндай кезеңнен мен жалпы бірнеше жыл өттім. Шолпан Бақтиярқызы да біледі. Мен бір жылдар өстіп, сақтап, қайта-қайта өзгертіп отырып, бір неған кезеңде портал жабылып та қалған. Ондай кезеңнен де өткенмін. Жалпы осы неге мен 12 жыл бойы қатыстым. Бір кезеңінде, облыстық кезеңде, ол кезеңде облыста тест алатын. Енді қазір оның барлығын мен соңында айтып өтем. Білім алушылардың соңғы жылдағы олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстары, жалпы ғылыми жарыстардың барлығын өзі жаңағыдай бөлімі болады. Сол кезеңде мысалы 514-тегі бар, одан кейін жалпы мысалы мұғалім өзінің оқушыны ары қарай жаңағы не жасау үшін қажетті қатыстырамыз ғой біз шығармашылық конкурс, жарыстағы жетістіктері, яғни осының бәрін сіздер бөлім-бөліммен шатаспай салуларыңыз керек. Яғни сол кезеңде сіздерде ары қарай жібере беріңіз. Ғылыми педагогикалық қызмет бойынша ақпарат бөлімі шығады. Сол ЕГО порталына мысалы жүктеп келе жатырмыз. Енді осы жерде жаңа педагогикалық тәжірибені жинақтау, авторлық бағдарлама міндетті түрде, егер бар болған жағдайда авторлық бағдарламаңыз жүктейсіздер, ары қарай оқу әдістемелік кешендері, соның болған жағдайда хаттамадан үзіндісін жүктейміз. Енді және ары қарай педагогтың қатысқан семинары,
яғни жаңағы семинар деген бөліміне жүктейміз. Біз оны алып, өзіміз семинардан алып тұрған сертификатымызды конкурстарға апарып жүктей алмаймыз. Ол кезеңде де тағы да осыны ескеру керек. Ол кезеңде де жаңа бағаланбай қалады. Яғни, мінекей мына жерде фестивальдар, озық тәжірибені жинақтау және тарату. Бұл жерде жалпы сіздердің сол авторлық бағдарлама, әдістемеліктеріңіз қандай неге таратылымға шықты, соларды саламыз. Енді ары қарай зерттеу қызметі бойынша мақалалар жариялау, мақалаларыңыздың басылымдарын. Оны жазасыздар, содан кейін шығармашылық есеп. Мысалы, жалпы шығармашылық есеп жазасыздар, ол 5 жылда бір рет мұғалім өзінің, соны салуымыз керек. Және мынау ғылыми практикалық конференциялар, республикалық, халықаралық, облыстық конференциялардың соларды осы баяндамалар туралы мәліметтерді жүктейсіздер. Сонымен қатар мінекей жаңағы педагогикалық жобаларды іске асыру бойынша материалдар егер бар болған жағдайда, мысалы идеяңыз бар ма, қандай да бір жобаларыңызды, яғни ол қайда, мысалы жаңағы неге сабақтарды түсіруге байланысты, мысалы анау коронавирус кездерінде болды ғой, бізде жүктедік қой бірнеше сабақтарымызды біз YouTube каналына. Ең алғашқы кезеңдегі менің бір ұтқаным, YouTube каналда 30-ға жуық сабақ болу керек деген бойынша мен алғашқы кезеңде соны түсірілім жасап бастадым. Соларының барлығының сілтемелерін осы жерге жүктедім мен. Сонан кейін ары қарай тәжірибе жұмысы, сабақтан іс-әрекеттердің бағыты бойынша материалдар. Яғни бұл жерде енді қандай жобаға қатыстыңыз, экологиялық, мысалы басқа да салалар бойынша ата-анамен өзара іс-қимыл бойынша материалдар, оны да мінекей бөлім-бөліммен келе жатыр. Міне жаңағы айтып жатқан волонтерлік қызмет соңғы жылда қайырымдылық шараларына қатысу. Жалпы бұлардың бәрі әлеуметтік желілерде ақпаратты тұрақты орналастыру. Сонымен қатар жалпы міне бұл жерге сілтемелерді саламыз. Мінекей қазір менде қанша жылдан бері асып кетті. Мен өзім сол балалардың, жаңа балалар Тараз қаласында шала туылған балаларға не болатын орталықта біз өз тарапымыздан жаңағы көмек көрсетеміз. Сол жерге барып, мысалы мен осы басында бастаған кезеңде осы жұмыста бұл енді барлықтарыңызға да мысалы қажетті дүние ғой деп ойлаймын. Шала туылған балаға, мысалы қазіргі кезеңде мен өзім биолог болып тұрып білмеген екем, мысалы жүннен, кәдімгі жіптен жүн жіп бар ғой, содан тоқылған киімді кигізеді екен. Міне сол жаңағы дүниежүзілік балаларды сақтау несінде 17 қараша күні барып қатысқан кезеңде сол жаңағы орталық шала туылған балалардың дәрігері шығып, біздің жаңағы жұмыстарымыз енді біз көмек көрсетеміз жіп алуға. Ал енді оны тоқитын, сол жерге өткізетін кісілер бар, сол орталықпен біз бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Енді соны сіздер сол жерге жүктейсіздер, яғни болу керек сіздердің сертификаттарыңыз, алғыс хаттарыңыз, яғни оның бәрі есептеледі. Енді жалпы мынау ең бірінші, сонда бірінші кезеңге қатысу тәртібі бойынша қайтадан тоқталып өтсем, бұл жерде бірінші қосымша, яғни ол өтінім. Екінші қосымша бойынша сәйкес жаңағы бұл портфолияны таныстырып өттім қазір ғана. Енді келесі сабақ оқу жоспарын түсіне отырып, ұзақтығы 7 минут бейне сабақ. Бұл мектепке дейінгі ұйым. Ал енді мектеп несінде бұл 5 жаңағы бейне көрсетілім 5, одан кейін барып 15 минуттық бейне сабақ, бұл арнайы орта білім беру ұйым педагогтар үшін. Ал енді үшінші қосымшаға сәйкес бейне роликке қойылатын талаптар. Техникалық шарттарға сәйкес педагогикалық тәжірибенің ұзақтығы ол 5 минуттық бейне ролик. Яғни бұның бәрін сонда біздер алдын ала дайындауымыз керек. Үздік педагог конкурсына қатысу керек деген кезеңде бұның бәрі сіздер үлгермей қаласыздар. Және одан кейінгі министрлік әкімдердің тақырыпта 500 сөзден тұратын естеміз де дайын болу керек. Оны да сол кезеңде жүктеуіміз керек. Бұны кейін өзгертемін, кейін жаңағы қазір сала берейін, мен сабағым 20 минут, 25 минут, кейін жөндей салады деген ондай дүние жоқ. Бұл жерде бір жүктелгеннен кейін оны қайтып
өзіңіз тарапыңыздан өзгертетін болсаңыз, сол жаңағы 10 күн берілетін болса документ жүктеуді, сол кезеңде өзгерте аласыздар, одан кейін оны ешкім өзгерте алмайды. Ары қарай жалпы екінші кезең, бірінші кезең нәтижесі бойынша бірінші портфолияны бағалайды. Портфолиядан кейін екінші кезеңге облысқа жіберілгеннен кейін ол жақта да сіздердің портфолияларыңызды саралап қарайды. Ол жерде де комиссия мүшесі қарап, ол жаңағы екінші кезең тамыз айында өтіп, одан кейін өткен жаңағы жеңімпаздар үшінші кезеңге қатысуға жолдамалады. Енді екінші кезеңнің қорытындысы бойынша жалпы 100 балдың кемінде 80% жинаған әріптестер өтеді. Біздер жалпы екінші кезеңнің жеңімпазы болып, біз үшінші кезеңге жолдама алдық. Міне осы екінші кезеңнің өзінде мен осы ауданымның білім бөлімінде Ерназардан өтініп, осы ауданның мектептерінде мен 15-ші мектепке барып сабақ өтіп, өйткені жаңағы мұғалім сабақ өту үшін интерактив тақтаны меңгеру керек қой. Сол бойынша 15-ші мектепке барып ізденіп, одан кейін қаланың мектептерінде жаңағы сабақ өтейінші деп облыстың нелеріне өтінім сұранып, біз дерс сабақ өттік сол жерде. Сол кезеңде сабақ өту кезінде ол мұғалім сабақ беру кезінде әдіс тәсілді тиімді пайдалану керек, тиімді құра білу керек. 45 минутқа жаңа жинақталған сабағыңыз болу керек. Яғни мен сол ауданда сол сабақ беру кезінде мен өзімнің бір-екі қателігімді көрдім, өйткені тапсырма өте көп. Сол бойынша мен тапсырманы азайтып, ары қарай біздер сол үшінші кезеңге жолдама алдық. Өйткені ол жерлерде бізді кәдімгідей дайындады. Мысалы, біз білмейміз қандай тақырып келетінін. Жалпы үшінші кезеңге өткен кезеңде бізге тура 14 күні хабар келді, міне сіздер жолға шығасыздар жаңағы Астанада жаңағы сабақ беруге. Сөйтіп облыстан өткен 6 әріптес біз жаңағы не істедік? Жолда кетіп бартқан кезеңде уже ертесіне біз ашық сабақ беруіміз керек. Сол кезеңде біздің тақырыптарымызды салды. Сонда бізде кәдімгі алдына 2 сағат, артына 2 сағат беріп, сіздер қымыжы дайындаңыздар деді. Қымыжымен бірге әрине көрнекілік керек мұғалімдерге. Сол бойынша мен кәдімгі 1.90-2.90-ның жаңағы қымыжысын дайындап шықтық біз. И оны бізді кәдімгідей тексеріп, уақыт-уақытпен қалай болатын. Сонымен сол кезеңде бізге тақырыпты салды. 5 мұғалім бір мектепке түстік, бір мұғалім бөтен мектепке түсті. Сол бойы біз жолда пойызда бара жатып қымыжымды жазып шықтым мен. Сонымен біз түнделетіп жеттік. Сөйтіп жаңағы білмейміз біз оқушыны нені. Сөйтіп 86-шы мектеп гимназия Абай Құнанбаев атындағы сол мектепке түсіп, бесеуміз. Бұл жерде бізде Шапиға Мамырханқызы сол біздерді кәдімгідей дайындады. Ол жерде мысалы егер де мұғалім уақыт өзінің тиімді пайдалану керек, егер оған жетпей немесе үлгермей қалған жағдайда ешқандай комиссия мүшесі сіздер тыңдап отырмайды. Болды, уақыт бітті ма, ешқандай сөйлеспейді, біз танымаймыз, шығып кете береді. Сондай жағдайлар болды. Бізден бір әріптесіміз осы енді ары қарайғы слайдта жалпы әрбір жылда білесіздер 64 мұғалім осы республикалық кезеңнің жеңімпазы болады. Енді оның барлығын саралағанда жалпы мониторинг бойынша 64 мұғалімнің ішінде портфолио менің жетістігім бойынша, сабағым бойынша 64 мұғалімнің ішінде мен рейтинг бойынша 9-шы болып шықтым. 9-шы болып шықтым. Яғни ол да мен үшін үлкен жетістік. Жалпы осы аудан болсын, облыс болсын, қандай да бір байқау болсын, республикалық, халықаралық, бұрын менде мектепте Гүлсім әпке айтатын, Айша, осы сенде барлық жетістік жетеді ғой, болды, демалсайшы дейтін маған. Гүлсім Ақылбекқызы, ол да қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Сонда Гүлсім әпкеге айтатын, әпке, білмеймін мен, неге екенін өз-өзімді тоқтатамаймын депші, қатыса бергім келеді. Енді сол қатысқанның нәтижесі мен жаңа республика, халықаралық анау жаңағы оқушыларымды жаңа Москваға, Польшаға, Түркияға апарып сол қатыстырғанның нәтижесі менің еңбегімді бағалап,
сонда 64 мұғалімнің 9-шысы болып шыққаным ол үшін әрине менің 8-ші жаңағы неден дарын мектебінің мұғалімі шықты, 9-шы мен рейтинг бойынша мен шықтым. Енді осы жерде айтайын дегенім, және келесі марапаттау сәттерінен суреттер қойғам, енді оны жібере жатармын. Жалпы мынау сабақ беру кезеңі, мына 86-шы мектеп гимназияда 16-шы қараша күні сабақ бердік. Мына оқушы өте көп екен, 29 оқушы. Бұл жерде кәдімгі 4 топ болды. Бірақ бұл оқушыларға да менің мынау жасап апарған жаңа көрнекіліктерім оқушыға да ұнады, мұғалімдер де сол жерде, сол мектептің директоры, мұғалімдері де қатысты, әлі де біз байланыстамыз. Сабақ ұнады ол кісілерге. Енді тағы айта кететінім, енді жалпы негізі ең бірінші документті жүктеу кезінде қателеспеу керек. Қазір бұрынғыдай емес.